Сәлеметсіздер ме, құрметті қыз-келіншектер, каналымның көрермендері. Сіздермен бүгін бірге біз Рамазан менюінің 10-шы тағамын жасайтын боламыз. Ол үшін біз мантыны жасайтын болып шештік. Және де осы ұйғыр мантысын алдындағы видеоларда асығыс түсіндірген болатынмын. Осы жолы нақтырақ түсіндіретін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін осы начинкасын алдымен дайындап аламыз. Пиязды үнемі осылай бөлек турап алып, бұдан да майда қылып тураса жақсырақ. Негізі бөлек перец қосып, тұз қосып, жақсылап араластырып алу керек. Және де осылай өзіңіз қалаған начинканы жасасаңыз болады. Енді бұның ерекшелігі қамырында. Мұздай суға тұзды араластырып, бір шай қасық тұз жеткілікті. Сосын 1 килограммдай ұнға 400 мл су кетеді. Және де осы кезде өзіңіздің қалауыңыз біледі. Жұмыртқа қоссаңыз болады, және де қоспауға да болады. Және де осы салқын суға сұйық майды тамыз жіберсеңіз болады. Және де 2 жұмыртқа қоссаңыз болады. Негізі жұмыртқа қоспаған дұрысырақ, себебі бетін тез қатайтып жібереді екен. Мен мына жерде қазір сіздерге 2 түрлі қамырын жасап көрсетіп жатырмын. Ұнды алдын ала електен өткізіп алып, кейіннен 2 жұмыртқаны қосып, салқын суды бірдендеп құйып, осы қаттырақ қамырдың консистенциясы пластилиннен сәл қаттырақ тығыздау болуы керек. Бұл жерде ерекшелігі сода қатты қамыр жасаймыз. Өзім 2 түрлі қамырды да жасап көрдім, жұмыртқамен, және де жұмыртқа қоспай. Негізі жұмыртқа қоспаған дұрысырақ екен, себебі қамырдың беті піскен соң тез қаязып қалады. Осын салыстырмалы түрде өзім жасап көрейінші деп 2 мантаваркаға жақсылап жасап көрген болатынмын. Сол кезде маған жұмыртқа қоспаған түрі ұнады. Және де осы суы аздау болып көрінсе де, негізі су қосымша қоспайсыз. Себебі басында жабыспайтын сияқты сондай болып көрінеді. Кейіннен негізі жақсылап қамырмен жұмыс істеп, июнын қандырып, жақсылап илесеңіз, 10 минут, 15 минуттан кейін жабысып, осындай эластичный тесто болады. Мынау біреу кішкене тұрып, жарты сағат тұрып, қайтадан қайтарғаннан кейінгі түрінің жылтырап өзгергені. Негізі уақытыңыз көбірек болса, қайта бетін қайтарып 20 минут сайын осылай дайындап алсаңыз болады. Мен мына 4 қасқанға әдемілеп арнайылап бөліп қойған болатынмын. Және де салафанда тұрған жақсырақ, себебі кішкене бу барып, жылы жерде тұрғаны дұрысырақ болады. Нәтижесінде осындай жып-жылтыр әдемі қамыр болатын болады. Міне айтқанымдай пиязға бөлек қара бұрышын салып, жақсылап тұзын қосып араластырып аласыз. Сол кезде мынандай қара бұрыш етке сіңіп кетіп, дәмі бұзылмайды. Және де осы фаршқа жақсылап тұз қосасыз. 1 уыс негізі жеткілікті. Сол кезде дәмі кіретін болады. Және де өзіңіз қалаған начинкамен жасай берсеңіз болады. Видеоның басында айтып кеткендей, бүгін бізде ұйғыр мантысын жасайтын боламыз. Оның ерекшелігі қамырында деп айттым. Және де кейбір кезде рецепттерде ледяной су бар ғой, мұздай, тастай суға қолдан өтетіндей қамыр илеп жатады. Мен соны тексеріп көруді жөн көрдім. Морозильникке алдын ала қойылған сумен қазір 1 килограмм ұнды електен жақсылап өткізіп аламын. Және осы 400 мл суды қосып, жұмыртқа қоспай, тұзбенен илеп көреміз. Өзіңіз қалауыңызша дәміне қарай тұз қосасыз. Мен осы жолы сәл көбірек, 1 чайный ложкадан сәл көбірек қылып қостым, себебі ұн 1 килограмм болған болатын. Және де осы ұнды шетінен негізі бір тегіс құйып шыққан дұрыс. Жақсылап қосып, қамыр басында бірікпейтін сияқты болып, әр жерге ажырап тұрады, бірақ та уайымдамаңыз. Жақсылап илеп, қолыңызбен қысып, жақсылап жасасаңыз, 10 минут уақыт алады. Кейіннен бірігетін болады. Міне, мына уже мен 5 минуттай илеп бір-біріне жабыстырған болатынмын. Тығыз болуы керек, қатты қамыр болуы керек. Үзгенде дыбыс естілетіндей шырт деп. Сондай қамыр илейтін боламыз. Мынау әлі дайын емес. Бұнымен тағы да жұмыс істеу керек. Жақсылап илеп, әлі де уақыт керек бұл қамырға. Және де ұйғыр мантысының ерекшелігі фарш қолданбайды оған. Тек қана қолмен туралған етті салуымыз керек. Дәмі жақсырақ болу үшін. Және де
қаласаңыз асқаба қоссаңыз болады, және осы майдалап өте майда қылып пиязды турауымыз керек. Жаңағындай қамырды жарты сағат сайын илеп отырып, мынандай жұмсақ консистенцияға жеткізген болатынмын. Алдын ала жгутиктерге бөліп қойдым, кескенге удобный болу үшін. Және де осы начинканы жақсылап араластырдым. Осы етке міндетті түрде май қосқан дұрыс, сол кезде сочный болады. Және әрбір мантының қамырының көлемі 15 граммдай қылып, осындай домалақ түйіп, елочка қылып түйіп жасасаңыз болады, өзіңіздің қалауыңызша. Және де менде осындай артылған фарш бар, соған картопты жақсылап турап қосып жіберіп, артынша орама қылып жасап жібердім. Түскі асқа жесе де тойымды тағам болып саналады. Және де мантының фаршы да артылғаны сұрап болмайды. Және сіздерге осы жерде көрсетіп кетейін, қамырын пельмен жасап түйеміз. Салқын суға тұзды араластырып, бұның да пельменнің де қамыры тура мантыныңкіндей кішкене сұйық май қосып жіберіп, жақсылап бұл кезде жұмсағырақ қылып илей берсек те болады. Және де сорпасына бөлек сүйекпен қайнаттым. Және сорпаға осындай отта қуырылған, сәл күйіңкіреген сәбізбен пиязды қоссаңыз, сорпаңыз мөлдір, светі әдемі болатын болады. Және де мынау начинкасы. Қамырын тұндырып, демалдырып қойдым. 3-4 рет қайтарап, жақсылап жаятын боламыз. Және де осындай домалақ ыдыста алып, пельмендерге пішін беретін боламыз. Осыған салып түйіп, жақсылап түйіп шығатын боламыз. Мен пельменді мантаваркада жасаған жақсы көремін. Сол кезде мантаваркаға бөлек пісіріп, бұны енді әрине уақытыңыз көбірек болатын болса, бөлек пісіріп, сорпамен біріктіресіз.